құрбан шалынбайды. Оны өзі ескерту керек. Бұл қатаң түрде қарау керек. Ал енді айта кететін нәрсе сол, ешкі, қой 1 жастан асу керек. 1 жастан аспай құрбандыққа шалынбайды. Ал ірі қаралар сиыр мен түйе 2 жастан асу керек. Ең бірақ бұлардағы басты мәселе бұл ниетте. 7 адам шалып, 1 қой шалып, 1 сиыр шаламыз деп жатса, 6-ның ниеті дұрыс болып, біреуі тек амал жоқтан қосылған болып салатын болса, 6-ның да ниетін жоққа шығарады. Өте күллі пайғамбар айтады, күллі амал бен ният дейді. Барлық амал ниетке байланысты. Өте ықтияр болу керек. Сосын енді құрбандыққа шалынған мал енді жаңағыдай ғой, сирағын лақтыруға болмайды. Баяғыда біз бала кезімізде сирағын жейтін едік, қазір сирақ жемейтін болдық олар. Негізі сосын мына көкемнің бас ұстап не істегенде таң қалып жатырмын, әңгіменің ашығы. Мен Астанада осы үлкен астарды өткізіп жүрмін ғой, 400 адам, 1000 адамға астар өткізіп жүрміз, бірақ күйеулі кісілер бар. Басты қалай әкелуді білмейді. Күйеулі басты желкесімен әкеледі. Басты негізі тұмсығымен келеді адамға. Және әулеттің сыйлы үлкен ұстайды басты. Бізде қазір қазақта енді сыйлайды ғой, құдасын құдайындай сыйлайтын халықпыз ғой, дей тұрғанмен әулеттің үлкені отырғанда құдаға бас бермейді біздің қазақ. Енді сыйлап беріп жатса, құрметтеп беріп жатса, оған ешкім қарсы болмайды, ол дұрыс. Бірақ ең бірінші әулеттің үлкен ұстайды да басты. Алла разы болсын, көкемізге қарап отыр, басты күйеулі кісілер бар, пышақты қалай ұстап және басты қалай кесуді білмейтіндер бар енді, өкінішке орай. Бірақ өзіміздің аралдың топырағын, арал деп айтсақ та бөлінгендей боламыз. Дей тұрғанмен енді көптеген кісілерге Аллаға тәуба бар. Негізі енді айтатын нәрсе көп, бірақ құрбандықтың шарттары осы. Бұдан кейін мен биыл шала алмай қалдым. Келесі жылғы шалам дейтін болсаңыздар, ертеңде күн бар. Бірінші күні шалу шарт емес. Екінші күн, бүгін екінші күні айтты. Үшінші күні екінті намазына дейін шалынады. Сосын мен көп кісілер сұрақ қояды, осы Астанаға келіп мен естідім. Бізде аралда шек деген жоқ қой. Осы жақта мен естідім шек дегенде. Бұл шек дегенде көп кісілер айтады екен, 3 жыл қатарынан шалу керек дейді екен. Мен естігенім. Ондай шариғатымызда да, салт дәстүрімізде де, біздің ата-бабамыздың жолында ондай нәрсе жоқ. Шек беру тек садақа болып қалады. Ол құрбандыққа жарамайды. Құрбандық малы айт намазы оқылғаннан кейін шалынады. Айт намазына дейінгі шалынған мал құрбан болып есептелмейді. Және садақа болып қалады. Айт намазынан кейін шалынады. Яғни кеше бізде 6-та намаз оқылды. 6-дан кейін бір намаз бітеді-ау деп 1 сағат қосасыз. 6:30-нан кейін былай қарай шалынады. Ал жоқ күйеулі тағат көтеріп алып, бүгін уже айт күн деп таң намазынан кейін ертең шалып жіберетін кісілердің құрбандық болып есептелмейді. Айт намаздан кейін шалыну керек.